Халқым менің, ардақты дәстүрінде салтынды елім. Береке басы болсын берекенің, үйі еңбектің жемісін бірін көрді. Мәнге толы қазағының ғұмыры, сан асылдың ашылып тұр туғыры, кеше ғана керексіз деп тастаған, ғажап екен әдебі мен ғұрыбы. Ата салтым, асыл мұрам, ардағым, бабаларымыз дін жалғасқан арманның, сан ғасырда қалпын бұзбас қадірін, өткенімді бүгін менен жалғадым. Біз егеменді еліміздің болашағын қалыптастыру үшін халқымыздың тарихын ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан мұрасын, мәдениеттің әдет ғұрпын білуіміз керек. Халқымыздың сан ғасырлық тыныс тіршілігіне байланысты ұлттық тәлім-тәрбиеге қатысты салт дәстүр, әдеп ғұрыптары да бар. Соның бірі бала туылғаннан кейін баланы бесікке бөлеу дәстүрі. Бесік адам сатысы. Қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деп өмірге келер сәбиді асыға күткен. Себебі бала өмірдің гүлі, жалғасы. Жас нәрестенің өмірге келуі отбасы мүшелеріне, әкесі мен атасына, нағашы жұртына үлкен қуаныш әкелген. Жас нәресте өмірге келгенде арнайы адам жіберіп сүйініш сұратқан. Қазақ баласын ағаш бесікке салып баққан. Ағаш бесік көшпелі өмірге өте қолайлы болған. Бесікті қазақтың құрмет тұтуы соншалық, кейде атасы жатқан бесікке немерелері жатқан. Қазақтың туған жерді алтын бесікке теңеуі де бесікті ардақтаудан шыққан. Бесікке бөлеу рәсімін ауылдың қадірменді анасы асырған. Бесікке салушы бесіктің барлық жабдықтарын орын-орнына қойғаннан кейін шашуға әкелген құрт, май, бауырсақты уыстап алып, бесіктің түбет байлайтын тесігінен төмен өткізіп, бесік астынан қолын тосқандарға үлестіріледі. Шытырма үлестіріп болған соң барлық отырғандарды қамшымен арқаларынан ұрып шығады. Сонан соң бесікті отпен аластайды. 30 омыртқасынан алас деп пәле жала, жын шайтан тіл көзден сақтасын деген тілек айтылады. Әдемі, сұлу болсын деп басына айна мен тарақ жастайтын. Қазақтың ұлттық ойындарының бірі асық ойыны. Бұл ойын ертеден мал шаруашылығымен айналысқан ата-бабаларымыздың қолданысында келе жатқан көне ойын түрі. Ерте кезде әр қазақтың балалары мен жастарының бас қосуының негізінде асық ойыны ойналады. Асық ойыны баланың жастайынан ой қабілетін шыңдап, дәлдікке, ептілікке, ширақтылыққа, ұстамдылыққа, алғырлыққа және сыйластыққа тәрбиелеген. Беташар қазақтың келін түсіргенде жасалатын салтының бірі. Жаңа түскен келіннің бетін ашып, көпшілікке таныстыру халқымыздың құрметтейтін ежелден келе жатқан дәстүрі. Жаңа түскен келінді шымылдық ішінде басына орамал тағып отырғызып, жақын қыз келіншектерден өзге ешкімді кіргізбейді. Ертеңіне шымылдық ішінде отырған жас келіннің басын, бетін көрсетпей орамал жауып, екі жағынан екі абысыны сүйеп алып шығады. Келіннің бетін ашуға арнайы келген ақын келінге ата енесін, үй ішін толықтай жырға қосып таныстырып шығады. Олардың беделін маржан жырмен айта отырып, олардың әрқайсысына жекелей сәлем салғызған. Қандай болмасын, беташардағы өлең шумақтары халқының өнегесінен, әдеп ғұрпынан көрініс беретінінде шындық. Бүгін біздің мектебімізде викторина өткізіледі. Сондықтан бірінші сұрағымызды біз Нұриддин Камердиновичқа қоямыз. Сәлеметсіздер. Рамазан айында айтылатын жыр қалай аталады сіздің ойыңызша? Жаратылған шығар. Екінші сұрағымызды Дина Болатбековнаға қоямыз. Қазақтың үрмелі музыкалық аспабының атауы? Сыбызғы. Дұрыс. Үшінші сұрағымызды Айжан Маратовнаға қоямыз. Қазақ қыздарының шашқа тағатын әшекей бұйымы? Шолпан. Дұрыс. Төртінші сұрағымызды Диас Асылхановичқа қоямыз. Қазақ халқы жаңа туған сәбиге есім қойған кезде бұл салт қалай аталады? Ат қою. Я, дұрыс. Рахмет. Келесі сұрақты Бибігүл Қожабековнаға қоямыз. Бибігүл Қожабековна, көрімдік деген не? Бұрынғы қазақтың салты, көрімдік деген, мысалы, жаңа зат алса, кісі содан өзінің туыстарынан, немесе жақын адамдарынан келіп көрімдік сұрайды. Мысалы, ең бастысы, ірі зат болсын, кішкентай зат болсын, соны қуанышына бөлісіп, туған туыстары оған көрімдік береді. 5 байлықты атаңыз. 5 байлық: ақ-жаулық, денсаулық, бала, еркіндік, саулық. 5 қаруға нелер жатады? 5 қаруға айбалта, шоқпар, найза, қылыш,
садағында. Сыбаға дегеніміз не? Сыбаға дегеніміз қазақтардың өздерінің құрметті қонақтарына немесе сыйлы туыстарына қалдырған кәделі ет мүшелері. Ел боламын десең, бесігінді түзе демекші, ең алдымен отанға деген сүйіспеншілікті, салт дәстүрді түзеуден бастау керек. Сонда ұлтымыздың әрбір мүшесі салт дәстүрін жете таниды. Ал салт дәстүрді білсе тарихын таниды. Тарихын білу, отанды тану.